Адам баласының тұрмысында ойлау күрделі рөл атқарады. Адамның ойы дұрыс болуы үшін ол белгілі бір ережелерге, заңдарға бағынуы тиіс. Ойлау адамның рухани тұрмысының ең жоғары формасы. Біз дұрыс ойлану арқылы дұрыс пікірімізді білдіре аламыз. Олай болса, біз сіздерге дұрыс ойлануға тікелей қатысы бар кішігірім ойсал сұрақтарды қойып шығамыз. Ойлануға сұрақ қойғаннан кейін 10 секунд уақыт беріледі. Олай болса, біз бастайық. Мерейдің әкесінің 5 қызы бар. Олар Чача, Чичи, Чече, Чочо. 5-ші қызының аты кім? Бесінші қызының аты Мэри. Кім шылғымен бірді бір уақытта көтеріп жылжыта алады? Шахматшы жылжыта алады екен. Сіздікі, бірақ оны басқалар көп қолданады. Бұл не? Сіздің есіміңіз. Кім отырып көп жүре алады? Шахматшы отырып жүре алады екен. Сіз бәрін көргенде оны көрмейсіз. Сіз ештеңе көрмегенде оны көресіз. Бұл не? Қараңғылық.